Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ үй жағдайында KFC дайындаймыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге керекті ең басты ингредиенттердің бірі тауық қанаттары. Оны біз маринадтауымыз керек. Ол үшін бізге керекті ингредиенттер тұз, қызыл бұрыш және газды су керек. Тауығымызды жуып болған соң, оның артық жерлерін алып тастаймыз, яғни қанаттың ұштарын кесіп аламыз. Тауығымыздың керек емес бөлігін кесіп алып тастадық. Енді маринадтаймыз. Оған тұз қосамыз, қызыл бұрыш қосамыз және 5 ас қасық газды су құямыз. Бұл менде видеоға түспей қалыпты. Енді жақсылап араластырып аламыз да бетін жауып 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді соус дайындаймыз. Оған ұн, крахмал, паприка, тұз, бұрыш және кептірілген сарымсақ пен көкпияз қосып жақсылап араластырамыз. Мұнда көкпиязды қосу міндетті емес. Кішкене ыдысқа бір жұмыртқа, оның үстіне 200 мл газды су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді мұны дәмдеуіштер қосылған ұнға құйып, бәрін жақсылап бір келкі етіп араластырып аламыз. Міне біздің соус дайын болды. Тауықты аунатып алатын үгінді дайындаймыз, яғни панировкасын. Оған ұн, паприка және тұз қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Маринадталған тауығымызды соусқа аунатып аламыз. Сонан соң ұнға аунатып аламыз. Қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. Міне біздің KFC-міз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет.